Курьермен бірге жүреміз. Мынау Қожахметов Ринат. Ол да бірінші топтағы мүгедек. Түстерді айыра алады. Аяқ астындағы жолды ғана көреді. Алдындағыны көрмейді. Түйсікпен ғана жүреміз. Так, все, Ренат та шықсын енді. Екі жарым жылда Атырауда біздің тауарымызға сұраныс көп. Күн сайын 25 келіден 40 келіге дейін тартылған ет жібереміз. Тауарымыз 2 күннен артық жатпайды. Мына жер сауда нүктеміз. Тауарымызды осы жерде өткіземіз. Сатушымыз бар. Бүгін қанша тауарға тапсырыс берсе, сонша алып келдік. У меня есть манты. Менде манты, чебурек, ашытқан қамыр, қатпарлы қамыр, котлет, тефтель, тұшпара вареники мен голубцы да бар. Не керектің бәрі бар. Все, что нужно. Сатушымызға айлық төлейміз. Бәр ретімен. Бұл орынды келісім шарт негізінде алдық. 3-ші жыл сауда жасап отырмыз. Аяқ астынан көрмей қалу күндердің күні ауырып қаламау деп ойлап та көрмеппін. Ешқашан ауыр сырқаттанып көрмегім. Осы ауырып қалғанымда, отадан кейін зағип боп қалғанымда қатты күйзеліске түстім. Шын айтса, 6 айдай есімді жия алмай жүрдім. Бір күні 7-ші сыныпта оқып жүрген қызымның қасында отыр едім. Ол жылап жіберді. Болды? Кім ренжітті дедім. Сөйтсем, бір апта бойы ғаламторда трансплантация жасайтын емхана іздеп таба алмапты. Оны қайтесің деп сұрадым. Сонда айтқаны, олар ота жасаймыз десе, бір көзімді берер едім деді. Өзім шыдамай жылап жібердім. Содан кейін есімді жиып, еңсемді тіктеп, ары қарай өмір сүру керек екенін түсіндім. Что надо дальше жить? Все нормально. Бәрі дұрыс болатын. 2012 жылы Орынборда дәрігерлердің қатесінен су қараңғы соқыр болып қалды. Өзіңіз де түсінетін шығарсыз. Қатты күйзеліске түсті. Соның бәрінен өтті. Туыстары, біз бәріміз оған барынша қолдау көрсеттік. Оның үстіне өзі де қуаты мол, қағылез адам ғой. Бар қажетін өзі өтеуге тырысады. Мемлекетке алақан жайып, ай сайын зейнетақы күтіп үйде отырғым келмейді дейді. Из месяца в месяц пенсию ждать. Ассалаумағалейкум. Қаяқтың қазақтары? Атыраудың. Келіп атқан. 2012 жылы Жолдас Құмаров қоғам құрды. Бәріміз қашып келдік. Біз 65 адам қазақ зағиптер қоғамынан қашып келдік. Мен онда тіпті мүше болып кіргенмін. Энергиямды жұмсауым керек болған. Ал қашып кеткен себебіміз жиналысқа барған сайын өзірі қырылатта жатады. Зағиптар билікке таласып төбелесті ғой. Мен барлық жерге барам. Қала әкімдігі, облыс әкімдігі, Нұр Отан, қаржы бөлімдері, керек жердің бәріне барам. Жолдас Ғұмаровтың өтінішімен барам. Өйткені бастық екеніне қарамай, кімнің болса да бетіне
айталым. Не считай должен. Ал. Так, түсеміз. От болып жүрерміз шалды. Өте биік. Сақ бол. Өте биік. 2013 жылы Атырауда Мөлдір көз қоғамдық бірлестігін құрып, жұмыс істей бастадық. Зағиптердің құқығын қорғап, түрлі соның ішінде психологиялық көмек көрсетеміз. Мүгедектердің құқығы көп бұзылады. Қайда жүгінсек те еститініміз бір нәрсе. Елде қанша заң, бұйрық, қаулы, тіпті азаматтық кодекс ережелері бар. Тіпті азаматтық кодекс ережелері бар. Бірақ қазір Атырауда оның бірі орындалмай отыр. Так, морковь. Аяғымды бітір. Ай, шмалай. Исташай. Ага. Ассалаумалейкум. Міне қолыңызды берейін. Китайский стена. Вәбес. Міне қолды. Сендерге тек денсаулық тілейміз. Мына бір кішкентай көмек. Күздік урожай. Местный. Картоп, жуа деген сияқты, морковь деген сияқты. Майымен дұрыстап самалға тамақ пісіріп. Жазба жер бастан. Әр уақытта да көмегін көрсетіп отыр ғой. Семья у меня, дочка и я. Мы вдвоем живем. Супруга в 2012 году от жизни ушла. Қызымның көмектесуі ол әлі кішкентай деп есептеймін, потому что ол 12 жасты жаңа ғана өтіп жатыр. Сондықтан оған білім беруге тырысам, ал енді қалғанын көзім көрмесе де өз қолымнан келген барлық шаруаны өзім істеймін. Тамақ пісірем, кірім жуам, үй жинап отырсам. Мен пенсия уақытына әлі жеткенім жоқ. Біріншіден, мен үкіметтің қарауындағы пособие получаю. Пособие маған 32 мың. Қазір дополнительный пособияға қосылған жаңағы президенттің көмегі ретінде беріліп отырған ақшалары ол 54 мың ақшалам. Ал ол екі адамның корзинасына жетпейді. Минимум корзина 19 мың деп есептеледі. Одан басқа менің қомбосуларым бар төлейтін. Ал сонда есептеп қарағанда 54 мың пособия қайсына жеткізем? Одан қалған тамаққа болып атса ауысады, одан қалғаны киім-кешекке, дәрі-дәрмекке кетеді. Жөке, ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Қалай? Нормально. Все по плану. Жүреміз бе? Поехали. Готов? Готов. Всегда готов. Гусиным шагом. Өзім зейнеткермін. Бұрын әскери қызметте болғам. Жарты жылдан кейін 60-қа толам. Былтырғы қарашадан бері көмектесіп келем. Шын айтса, ерікті ғанамын. Әлі жұмысымыз қарқын ала қойған жоқ. Бірақ жұмыстың бәрін істеймін. Айталық, цехты кеңейту жөніндегі, аудио-студия ашу жөніндегі бизнес жоспарлары, содан кейін хат алмасу, ұйымдастыру мәселелері, әкімшілік мәселелері, есептер, осының бәрі менде. Қалалық қаржы бөліміне есеп тапсыруға бірге барамыз. Өз ақшасына түшпәрә жасаудан бастап, алдымен үйінде жасап, содан кейін зағип жандардың қоғамдық бірлестігін құрып, адам жинап, жұмыс жанданды. Ол кезде 2015 жылы бизнестің жол картасы, мемлекеттік бағдарламасы жақсы көмектесті. Соның есебінен 6 адам тартты. Кондитерлер 2 ауысымда жұмыс істеді. Сол адамдар әлі де істеп келеді. Мөлдір көз қоғамдық бірлестігінде 3 адам жұмыс істейді. Мен 3-ші адаммын.
Орынбасарым Әбілғали Жұмабай бірінші топтағы мүгедек, екіншісі жеткізуші, бірінші топтағы мүгедек Ринат Қожахметов. Оған қоса 6 кәсіби кондитер бар. Олардың 12 мүшесі сау, бірақ жұмыссыз болған. Бізге келгелі жағдайы жақсат дейді. Қазір 2 сатушы алдық. Мөлдір көзімді мақтан тұтам. Қазір бізде жұмыс істегісі келетін 15 адам кезекте тұр. Более 15 человек. Өзім спортшы балуан. 1981 жылы Қарағанды дене шынықтыру және спорт техникумын тәмамдап Атырауға жұмыс істеуге келгем. 1984 жылы Қайрат ерікті спорт қоғамы мен спорт мектебінің директор етіп сайлады. Директор болдым. Өзім балуанмын. Классикалық күрестен КСРО спорт шеберімін. Сельхозтехникумда ол кезде техникум болды. Солардан бастап Жолдас ағайдың қарауында тренерде болдым. Классикалық күрестен. Қазір грек-рим деп аталады. Сол салада жұмыс істеп келемін. Осының арқасында, Жолдас ағайдың арқасында Карагандинский техник физкультура и спортын бітірдік. Жаттығу залына кіргенде жүрегім атқақтап кетті. Тертің иісі, балалардың дауысы, бір-бірін жерге лақтырғандағы дүрс еткен дыбыстар. Білесіз бе, ол сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Қиындық қашанда бар. Тіпті 12 мүшесі сау адамның өзі де қиналады. Мысалы, мен өзім үшін үйде отырмау үшін жұмыс істеймін. Онсыз да ештеңе көрмеймін. Қашанғы қараңғыда отыра бересің. Адаммен араласу керек. Мен күні бойы жүремін. Таңертең шыққаннан кешке сағат 9-да келемде жатып қалам. Өзің бірдеңе істегенде жаның рахаттанып қалады. Мүгедек болсам да сондай нәрсе жасадым деп, біз біреудің мойнына мініп отырмай, бір тиын болса да өз еңбегімен тапқан дұрыс. Әке-шешеміз солай, еңбек етсең, емерсің деп тәрбиелеген. Солай өмір сүріп келеміз.